Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өріктен және шиеден компот дайындайтын боламыз. Алдымен банкілерімізді стерилдеп аламыз ыстық суға. Одан кейін шие мен өрікті тазалап жуып, өздеріңіздің қалауларыңызша менің осы видеодағыдай өлшеммен салсаңыздар да болады. Банкіге осылай салып аламыз да, үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып, су салқындағанша күтеміз. Суымыз салқындағаннан кейін қайтадан ыдысқа құйып, дәл осы суды қайнататын боламыз. Өйткені шиенің түсі қызылы шығып кетеді суға. Сондықтан қайтадан суды қайнатып, осылай қайтадан осы суды банкаға құятын боламыз. Крышкаларымызды осылай ыстық суға булап аламыз. Банкіге қантымызды салып, 3-4 қасық салсаңыздар болады, ас қасықтан. Өйткені шиенің қышқылынан компоттың дәмі кірмей қалуы мүмкін. Сондықтан 3-4 қасықтан қатты толтырмай саламыз. Қайтадан қайнаған суымызды құйып, одан кейін ыстық суға буланған крышкамызды жауып, бұрап тастаймыз. Болды. Менің каналым сіздерге қызық болса, маған тіркеліп, лайк, комментариймен қолдап кетсеңіздер. Маған осылай жерде бұраған оңайырақ болды. Мінекей, өстіп әр банкамызды ыстық суымызды құйғаннан кейін бірден бұрап тастаймыз. Түсі ақшыл болып қалды деп ойлауларыңыз мүмкін, бірақ бұл тұра келе қып-қызыл болып түсі шығатын болады. Мінекей достар, бұрап болғаннан кейін осылай төңкеріп қоямыз. Салқындағаннан кейін ертесіне осылай қайтадан аударып қоямыз. Ас болсын. Назарларыңызға рахмет.